Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Міне енді өзіміздің спокойно отырып, заказ алып, одан кейін заказбен әкелген көліктерді сервисін жасап, осы жерде майын ауыстырып беріп, мынау енді біз уже халық түсініп жатыр ғой қазір көп нәрсені. Уже уақыты жоқ, пробка, сосын барып ол запчасть келмейді, ол запчасть келсе де Қытайдың запчастары бар. Бізде енді арзан-арзанға, енді адамдар кішкене қымбат машина алған сайын қымбат запчасть алғысы келіп жатыр. Құдай қаласа енді запчастьтерді де осы жерден өзіміз оригинал запчастьтарды салып беретіндей боламыз. Одан кейінгі айтайын дегенім, енді міне Құдай қаласа ашылдық. Біз алып келген машинаға 1 жыл гарантия. Осы жерден майын ауыстырып кетіп, бәр нәрсесін жасап жүрсе, 1 жыл гарантия болады біз алып келген машиналарға. Если жаңағы уже алып келген осы Алматы облысы, Шымкент болса да любой жерге келіп бізден сол келісім шартқа отырып 1 жылдық гарантияны мотормен коробкаге алсаңыздар болады. Ешқандай уайым жоқ. Корейский майлар келеді, Құдай қаласа. Сосын барып осы жерде өзіміз ауыстырып береміз, қарап жүреміз, запчастьін тауып береміз. Запчастьте проблема болмайды деп ойлаймын, Құдай қаласа. Деп ойлаймын емес, болдырамыз соны. Сол. Одан кейін жаңағы открытияларды көріңіздер. Көлік тапсырыс беріп алып келген көліктерге де не только корейский, Тойотаға да соған да жасаймыз сервисті. Бәріне жасаймыз. Одан кейін міне біздің кішігірім жаңағы өзіміздің СТО бар, соны көріңіздер, жүрін. Осы жерде өзіміздің еще, енді бұл автопарк десең болады. Өзіміздің территория, өзіміз жөндейтін жер. Машина келіп көрсеңіздер де болады, машина алсаңыздар да болады, машина заказ берсеңіздер де болады. Машинаға қатысты ер азаматқа бәр нәрсені табуға болады да, енді машина парк десек те. Жүріңдер. Соната, газбен, Хундайлардың бәрі келіп жатыр ғой, қараңыздар. Хундай Соната, Хундай Санта Фе, Хундай Грандиор болып жатқан проблема болса, міне ішінде Соната, міне бәрі Соната, одан кейін Соната очередьте тұр. Мына жерде кішігірім магазин болады, бұның артында склады болады, тағы да басқа. Жаңағы жан-жағында біздің баннерлер, мынау корейский стильде жасалынған, бәрі керемет. Осындай айтпақшы айта кетейін деген, осындай СТО салғышылар болса, біз уже істеп көрдік, неге қанша кететінін, қалай істеу керек екенін бәрін білеміз. Телефон номерлерге хабарлассаңыздар, осындай әр қаладан салып беруге де болады. Даже бізбен бірге келісім шартқа отырып, осы Медина Групптың франшизасын алсаңыздар болады. Реально ғой, автокөлік, ондайлар бар ғой. Қай қаладан болса да бірге барып франшизасын бер десеңіз, өзім салам, сол біздің айтқан нәрсемен істесеңіздер, міне танымалы қанша жыл болды осындай көліктерді әкеліп жасап, міне осындайға дейін жағдайын жасап жатқан. Одан кейін қазір уже енді айттым ғой, өзім ютубтан бастап осылай істеген. Қазір енді көліктен алып келгеннен уже 2-ның 1 болып кетті. Қазір 2-ның 1 болып кетті көліктен. Енді біздің саламызды кішкене бұрамыз. Келесі видеоларда көрсетеміз, тағы да айтамыз, түсіндіреміз. Міне енді бұл осы жерде тағы Алматы қаласында, басқа қалаларда, Шымкентте де, Алматы, Астанада да болуына себеп енді өзіміздің ниет қой. Ары қарай осындай таныспаушылық кісілермен болса, бірге істеуге болады. Осындай сервис центр болса да, көліктерді де тапсырыспен әкеліп істесе де болады. Енді айтайын дегенім, қазіргі 2-ның 1 айналысып кетті көлікпен, жаңағы машина алып келу уже оңай болып қалды. Грузия, Монголия, Корея, әлемнен алып келеміз ғой машиналар. Әлемнен алып келеміз. Сол сияқты конкурент деген көп. Соған қарай біз енді Құдай қаласа запчастьна, сервисіне, сондай жағдайларын жасауға, сондай салаға да түсеміз. Одан кейінгі біздің келесі видеомызды туралы мынау керемет үйлерді мен осы үйлерді келесі видеода түсірем. Іші сыртын мына үйлерді. Бұл бізде дайын тұр, сатылуға дайын тұр. Сатамыз осындайды, заказ аламыз. Ақылды үй. Ол қандай жерлерде тұратын мен тағы да
сіздерге көрсетем, жіберем, бағасын айтам, бәр нәрсесін айтам. Өте қызықты темалар бұлар. Иә. Давайте ағайын, адақты ағайын бірге болайық. Аман болыңыздар. Комментарға жазыңыздар. Одан кейін телефондар алмай жатса, үлкен қылып комментарға жазыңыздар. Иә. Сосын онлайн, енді сіздің міндетті емес қой, ана қалада жүріп осы жаққа келіп тапсырыс беру. Қазіргі жұмыстың бәрі онлайн болып отыр. Онлайн деген нәрсе WhatsApp арқылы. Ешқандай проблема жоқ. Удостоверениеңізді жібересіз, договорға отырасыз, айтқан машинаңызды тапсырыс бересіз. Мысалы, айтқан машинаңызды тапсырыс бересіз, сөйтесіз да, күтесіз. Сөйтіп, бәрі нәрсе ақшаны онлайн төлейсіз. Онлайн деген банкке барып төлейсіз. Мына жерге төлеңіз, мына жерге мынандай қылыңыз, мына жерге мынандай қылыңыз, бәрін түсіндіріп айтып отырады WhatsAppпен. Адамның істегенін істейді ғой, сөйтіп төлеп машинаны тапсырыс бере берсеңіздер болады. Ешқандай қорқатын қажеті жоқ. Иә. Сондай. Сосын барып тағы айтайын деген, иә. Көліктер келіп жатыр. Міне бір айда арзан көлік жаңағындай. Енді өйткені біздің мынандай полисаттар қазір алып келген едік, бәрі өтпей жатыр. Өйткені алдындағындай емес рынок. Қазіргілері біздегі осы мынау анау шетте тұр ғой. Анау шетте тұр саната. О шетте. Вот сондайларда 6,5, 7 миллион, 6,8, 6 миллионға пустой комплектация. Мынандай Kia Carens'тар газбен 6,5 миллионға келіп жатыр. 7 орындығы да бар, 5 орындығы да бар. Газбен 2 литр. Иә. Енді өздеріңіз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Әшейін видеоны көрмей, жан-жақтарыңызға жіберіп, басқа кісілерді көріп, басқа орталарға жіберіңіздер. Міне осындай. Құтты болсын Мединагрупптың ашылған Алматыда. Жақсы, сау саламатта болайық.